Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады, өзіңерге беттуа қылбағыла дейді. Мысалы, балаңызға қанша тура емес сөздерді айтсаңыздағы ал беттуа болып қалышы мүмкін. Жаман сөз, сен башың іштебейді, миың іштебейді, ақмақсың сен, ақылың жоқ деп айтқан сайын не болады? Адамға негатив, бала өзіне ішенімді жоғалтады. Ал балаңызға ошондай беддуа, ошондай сөз, жаман сөз айтқаныңыз өзіңізге айтқаныңыз. Балаңыз ошондай бола тұрғаныңыз, ертең өзіңіз эле қиналасыз. Айрықша енелер айтады, өліп эле қал дейді. Өліп қалса дағы өзің қайғырасың. Ошондай сөздерден ертият тайыл. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, балдарыңарға қарғыш айтпағыла, қызматшыларыңарға қарғыш айтпағыла, малыңарға да қарғыш айтпағыла дейді. Өзің мал бағып жүресің, малыңа дағы сөкпе, малыңды дағы. Малыңа дағы қарғыш айтпа, ал же болса, не болады? Өзіңдің малың ал, қарғышталған болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күн Мадинада кете жатса, біреу өзінің төсіне миніп алған, анан жүрбесе, ошол төсіне қарғыш айтады. Анан пайғамбарымыз түш дейді, қойып жібер дейді, бар бошат дейді, бар. Қарғыш тигенге минбе деп бош қойып жібереді. Ошол Мадинаның тегерегінде айланып жүрді дейді, ешкім аға бұл қарғыш тиген деп жақындаған жоқ дейді. Қарғыш ушунчалык жаман нерсе. Егер ошондай қарғыш тура емес сөз айтыла турган болса, егер дуа кабыл бола турган уақытқа тура келіп кала турган болса, анда Аллах Таала сенин ошол каргышыңды кабыл кылып койсо, өзүң эле күйөсүң.